Ассалаумағалейкум қадірменді қазақ елі. Бүгін тағы да келесі видеомды жолдап жатырмын. Айтпай жүруге мүмкін емес. Сондықтан тағы да өзімнің ойыммен бөлісейін деп жатырмын сіздермен. Көре көсем боласын, сөйлей шешен боласын деп атам қазақ айтпақшы. Ел аралап, жер аралап жүрсен, талай нәрсені көреді екенсің. Сонымен айтайын деген, қай жаққа барсақ та, мен қазір қалада жүргенде қай жерге барсақ та жазулар орысша компаниялар, орысша жаңағындай нелер. Осында бір байқаған, біз бір-бірімізбен қырқысып, бір-бірімізді қызғануды, бір-бірімізге жаңағындай қастандық немесе аяқтан шалушылық жасауды қойымыз керек қой дейін болғанда қойымыз керек. Бір-бірімізге жаманшылық ойламауымыз керекпіз. Бір-бірімізді қызғанып артқа тартпау керекпіз. Сонда айтайын деп отырғам, мысалға орыстың деп айта бермей қойыншы ол. Маған тағы да за разжигание межнациональной розни деп айта алушы болмасын ешқандай. Бірақ та айтайын дегенім, басқа ұлттар өздерін кеп, осы жерге кеп, өздерінің жұмыстар жасап жатыр. Компаниялардың бәрін өзінің аттарымен қойып, оның үстіне қарап отырмын. Бізде жаңағында орысшада басқа тілдегі компаниялар көбейіп кеткен. Оның үстіне сол айтайын дегенім, ақырындап өздерінің жаңағы нелерін, істерін істеп жатыр. Мысалға ешкіммен ұрыспай, таласпай, өздерінің компания болса компаниясын, мысалға мен ол компаниялардың аттарын атамай қояйын. Бірақ та сол компаниялардың, яғни сет дейді ғой, сет компания дейді ғой, мысалы компанияларының несі, бірлестіктер сөйтіп ақырындап өздерінің тілінде сөйлеп жатқаннан кейін өздерінің істер жүріп тұрғанын біледі де, олар өздерінің істерін дамыта береді. Сіздер түк білмегенде өздеріңіз соларға құл болып жалданып жұмыстарыңыз жасап жүре бересіздер. Сондықтан ылғи айтам ғой, қазақша сөйлейік, қазақ тілінде араласақ, жалықпау керек осыны айтудан. Содан тағы бір нәрсе айтайын дегенім, бізге қазақ блогерлар мен қазақшаны талап ететін азаматтық белсенділеріміздің санын көбейту керек. Тағы да қайталап айтамын, ешқандай ұрыс талас керек емес, ұрысып таласу керек емес, ешқандай жаңағындай көтеріліс керек емес. Тек қана сол қазақша сөйлеп жүре беру керек, және қазақшамызды айтып жүруіміз керек. Қай жерде қазақша сөйлеп, қай жерде барлық жақта қазақша сөйлеп, барлық жақта қазақша жауап қайтаратын болсақ, сол кезде бүткіл Қазақстанымызда қазақша сөйлейтін болады. Мысалға, прибалттық мемлекеттерінде өздерінің тілдерінде сөйлемесе, олар жауап қайтармайды. Сол сияқты басқа да мемлекеттер бар, бірақ қазір атын атап түстемей қойын. Өз тілінде сөйлейді. Өзіміздің осы СССР-ден шыққан мемлекет мысалға. Сол айтпақшы, өз тілдеріңізде жауап қайтарыңыздар, өз тілдеріңізде сұрақ қойыңыздар. Сөйтіп қазақ тілін дамытып, қазақ тілінде сөйлей беруге тырысу керек ағайын. Соңғы жаңағы бірлік туралы айта кетейін деген сөзім бар. Кезінде Америка ашылмай тұрған кезінде ол жерде индейцтердің, өздеріңіз білесіздер, индейцтердің несі болған, тайпалары болған көптеген.
сол индеецтердің тайпалары болған кезде сол нені Американы ашпай тұрған кезде сол нелер көп болған болатын, индеецтер. Бірақ та ағылшындар келіп сол жерді баса бастаған кезде, ол жерлерді отарлай бастаған кезде, сонда мысалға ол Американы отарлай бастаған кезде ол үндістер өздеріне өздері ол жерде жеңіліп, өздеріне өздері беріліп қойған жоқ. Ол үндістердің арасында бір-бірімен жанжалдары, бір тайпаны бір тайпа жек көрулері, бір тайпаға бір тайпаның көмектеспеуі сол себеп болып, олардың ішінде ауызбірлік, ынтымақ болмағанның себебінен олар сонау Америка сияқты қазіргі үлкен жерден олар сол жерде үндістердің өздері солай жоқ болып кеткен. Олардың саны бойынша, санақ бойынша олар 200 миллион ба, 300 миллион болған халық болған екен. Соның бәрін тып-типыл қылып, қазір өте аз қалып қалған. Сондықтан ағайын, біз бір-бірімізбен ұйымшыл, тату-тәтті өмір сүруімізге тырысайық, және қайда жүрсек те бір-бірімізді тартып, қайда жүрсек те бір-бірімізді қолдап жүруге тырысайық ағайын. Ал енді қолдауларыңызды лайкпен, лүпілмен, пікірлеріңізбен білдіріп қойсаңыздар қарсы емеспін. Жақсы ағайын, сау саламатта болыңыздар.